Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Енді түйенің еті дәретті бұза ма, бұзбай ма? Осы мәселеге тоқталсақ. Алдымен имамдарымыздың ұстанымын бір қарастырып көрейік. Имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафиғи, және де Суфиян ас-Саури, Ата радиаллаху анхум, бұл имамдарымыз түйенің еті дәретті бұзбайды дейді. Тек қана Ахмед ибн Хамбал рахимахуллаху та'аля түйенің еті дәретті бұзады деп айтқан екен. Енді Ахмед ибн Хамбалдың ұстанымы бұл жерде Муслимде келген хадис. Ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түйенің етін жеген сахабиге дәрет ал деп әмір етеді. Сөйтіп ол барып дәрет алады. Сосын намаз отырады. Осы хадиске сүйеніп, түйенің еті дәретті бұзады дейді имам Ахмед ибн Хамбал. Жалпы Ахлі сүнна уал жамаа ғұламалары бұл Муслимдегі бұл хадисті мәнсух дейді. Үкімі жойылған. Басында дәретті бұзатын еді, солайша жүрген еді. Кейіннен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұның үкімін жойып, басқа хадис тер келген негізінде. Бірақ та бұл жерге бір ескерту жасайық. Қазір халық арасында ауыздан ауызға тарап жүрген хадис бар. Ол сахабалар түйенің етін жеп жатқан еді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям араларында бар. Сол кезде бір сахаби жел шығарып қояды. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы сахабиді ұялтпау үшін кісілердің алдында жаңағы сахабаларға түйенің етін жеген дәрет алсын деп айтады дейді. Сосын барып олар дәрет алады дейді. Әйтпесе бұл жерде дәрет алу ол жаңағы жел шыққан сахабаға арналған еді. Түйенің етін жеген сахабаларға емес деген сияқты бір хадистерді халық арасында таратып жүреді кейбір адамдар. Бұл хадис мауду, бұны білу керек. Бұның үкімі жойылған. Бұл тоқыма хадис. Ойдан шығарылған хадис. Бұл хадиспен амал қылуға болмайды. Біздің Ахлі сүнна уал жамааның амал қылатын хадисі бұл Абу Даудта, Насаи, Ибн Хузеймада келген хадис сахих. Оны имам Науауи да сахих деп айтқан. Бұл хадисті Муслимнің шархында тіпті хадис былай келеді. Жабир радиаллаху анх былай деп келтіреді. Кана ахирал амрейни мир расулиллахи. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның соңғы екі істің соңғысы тәркул вуду мимма массатин нар. От тиген еттен себеп дәрет алмау дейді. Яғни біз не түсінеміз бұл хадистен? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бас кезінде от тиген ет, ол түйен еті болсын, сиыр еті болсын, қой еті болсын, отта пісірілген ет, ол дәретті бұзатын еді бастапқы. Бірақ ахирал әмрейн, соңғысы дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан келген соңғы нәрсе дейді, ол дейді дәрет бұзылмайды, дәрет алмайды деп келтіреді. Осы хадистен біз түсінеміз, демек бұл хадис жаңағы хадисті насих қылған, үкімін жойған. Сол үшін бана Ахмед ибн Хамбалдың дәлел келтірген хадисі мәнсух үкімінде болады. Оған дәлел ретінде қосымша риваяттар бар, сахабалардан келген, олар бұған дәлел болады. Мысалға, Абу Бакр ибн Аби Шейба Мусаннафында, Ибн Мунзир Аусатында келтірген хадисте Яхья ибн Қайс табиин былай дейді. Қала, раайту ибн Умар, мен ибн Умар, Абдулла ибн Умарды көрдім, акала лахман жазур ва шариба лабана ибил. Түйенің етін жеп, түйенің сүтін ішті дейді ол Абдулла ибн Умар. Сүмма салла ал-магриб. Сосын ақшам намазын оқыды, ва лам ятавадда, дәрет алмады дейді. Демек, Абдулла ибн Умар ол да бұл хадисті білген, ол хабары бар. Демек, жаңағы Муслимдегі хадистің үкімі жойылғандығын біліп, түйенің еті дәреті бұзбайды екендігін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ең соңғы ұстанымы осы болғандығын біліп, сонымен амал қылғанды Абдулла ибн Умар. Аллаху а'лам.